Арнама қош келдіңіздер. Мен бұдан бұрын жіберген болатынмын көктемгі 1 сағаттық еңбегімнің нәтижесін. Енді міне сол қиярларды тағы да аздалған қияр жасаумен айланысып жатырмыз. Оған бар жоғы 1-2 бас чеснок және укроп керек болды. Қиярды осылай дайындап аласыз, жуып тазалап. Мен көп алып қойдым. Және де мен бір ұмытып кеткен жерім жаңағы газдалған суға кәдімгідей соны құясыз. Менің жағдайымда мен 2 литр су құйдым. Содан кейін бәрін алып, түгел қосып, холодильникке сап қоясыз. 1 тәуліктен кейін алып жеуіңізге болады. Және де жаңағы осылай тіс шұқитынмен піспектеп аласыз. Терең сіңістіру үшін. Оңай жасалады. Ас болсын.